Сәлем. Менің атым Олжан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода осындай бантиктерді тоқып үйренеміз. Ол үшін бізге резинка, жіп, крючок керек. Мендегі крючок 2 миллиметрлік крючок. Және алдымнан ақ цвет тоқығанмын. Дәл осылай. Тура осы ақ цветке екіншісін пара қылып тоқимыз. Ақ резинкамен. Ал енді бастаймыз. Бұл бабочка бізде бантик 3 элементтен тұрады. Мына бірінші элемент, мына екінші элемент, мына ортасындағысы үшінші элемент. Сол үшеуін біріктіріп, осындай бантик шығарамыз. Мынау резинка дайын. Мынау жібіміз дайын. Ең басында обычный ана бір петля. Енді бастаймыз. Бізге барлығы 41 воздушная петля керек. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 39, 40, 41. Енді мынау воздушная петляның біріншісінен емес, мына екіншісінен тоқып бастаймыз. Және мынау артынан тоқимыз. Обычный столбик. 1, 2, 3. Бұл бірінші қатарда бізде барлығы 40 столбик шығады. 38 бітті. 39. 40. И бір воздушная петля. И былай бұйымды аударамыз. Дәл осылай екінші қатарда тоқимыз. 40 столбик шығады. Тура осыны қайталап тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу. Барлығы 6 қатар болады. Алтыншы қатардың 39-шы столбик тоқылды. 40. И бір воздушная петля. И мынау жібімізді кесеміз. Бізде осындай шықты. Екінші бұрышын андай үлкен иненің көмегімен бұйымның ішіне жібін білдіртпей салып тастаймыз. Мына үлкенірек жіпті аламыз. Мына тоқыған бұйымымызды бірін-біріне үстіне қойып, мына екі жерін иненің көмегімен біріктіреміз.
Ortasını jipten baylaymiz. İkinci buyumda bastaymiz. İkinci elementde oluşun biz 16 qatar шығу үшін 17 воздушная петля тоқимыз. 1, 2, 15, 16, 17. Мынау бірінші воздушная петляны өткізіп жібереміз да мынау екіншісіне столбиктерді тоқимыз. Мынау арт жағына. Birinci, iki, 14, 15, 16. Birinci qatar bitti. Воздушная петля. И buyumda аударamiz. İkinci qatar. Әр қатардың соңғы жерінде, соңғы столбиктерінде екеуден қылып тоқимыз. Ең біріншісі 1, дәл осы жерге 2. Осы қатардың соңына дейін әр столбикке бір столбиктен топ шығамыз. Мына жерде ең соңғысы. Біреу, екеу, қатар бітті, воздушная петля и buyumda аударамыз. Үшінші қатар. Мына бірінші воздушная петляға тиіспейміз, екіншісінен бастаймыз. Біреу, дәл осы жерге екіншісі. Қалған столбиктердің әрқайсысына бір біреуден тоқимыз. Осылайша біз барлығы 6 қатар тоқып шығамыз. Екінші элементті тоқып бітірдік. Мынау артық жіптерді иненің көмегімен мынау бұйымның ішіне көрсетпей салып жібереміз. Байлап шығамыз. İkinci element, ikinci buyum. Dayan.
Üçüncü elementті бастаймыз. Ол үшін біз барлығы 11 воздушная петля тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Біріншісін емес, екіншісінен тоқып бастаймыз. Артынан дәл бағанағыдай. Сол кезде бірінші қатарда бізде барлығы 10 столбик шығады. Тура солай 10 столбиктан барлығы 3 қатар тоқимыз. 10 столбиктен 10 қатар тоқып бітірдім. Қысқа жіпті иненің көмегімен бұйым ішіне салып кесіп алып тастаймыз. Екінші жіпке инеге кіргіземіз екінші жіпті. Бірінші бұйым, бірінші элемент, потом екінші элемент. Осының үстіне үшінші элемент қоямыз. Және резинкамызды енгіземіз. Мына жерді инемен іріктіреміз. Біздің бантик дайын. Егер видео ұнап жатса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.